Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна. Бүгін достар, мен сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын алманың пирогының рецептісімен бөліскім келеді. Дәмі өте керемет болып шығады, менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен керекті жұмыртқаның сарысы, май, ерітілген ұн, сүт, қамырға арналған қопсытқыш, алма және де қант. Барлық құрамдары описанияда болады. Ең алдымен біз ыдысымызға біздің сарыуыздарымызды миксермен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне қант себеміз. Миксердің баяу жылдамдығынан бастап, ең үлкен жылдамдығына дейін араластыра береміз. Енді осының үстінде ерітілген майды құямыз, яғни сливочное масло. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді сүт құямыз. Барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Енді осыған бал қасық қопсытқыш саламыз. Енді осы тестіміздің үстіне аз-аздан ұн сала отырып, миксермен араластырамыз. Енді біз алмаларымызды жақсылап жуып, олардың қабықтарын ашимыз. Енді біз алмамызды ашып болғаннан кейін осындай жандағы және де ішіндегі дәндерін алып тастап, турайтын боламыз. Енді біз жаңағы алма пирогымызды құятын ыдысты алып, оның астында пергамент қағазын төсейтін боламыз. Менде бұл табанның диаметрі 24 см. Енді жақсылап тұрып, күнбағыс майымен майлайтын боламыз. Енді жаңағы осы дайын болған қамырымызды біздің табамызға құямыз. Мінекей, енді біз осы қамырымыздың бетін тегістеп аламыз. Одан кейін оның үстіне жаңағы тураған алмаларымызды осындай бақытта тізіп шығамыз. Мінекей достар, менде осындай пирог шықты. Енді біз осы пирогты 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, менде осындай пирог дайын болды. Мен оның бетіне кішкене сахарный пудра септім. Сіздер де сепсеңіздер болады. Өте керемет болып шықты. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.